Мен жаңалыққа жаны құмар, үнемі ізденістен талмайтын, оқушыларына заман талабына сай білім беретін, IT білікті, медиа сауатты, жоғары санатты ағылшын тілі пәні мұғалімі, педагогика және психология ғылымының PhD докторанты Бекетай Баян Ахатайқызы. Әр мұғалімнің шығармашылық шыңы әр қилы. Мектеп қабырғасында жүріп, болашақтың іргетасын қалауда өзінше өрнек салған мұғалімі. 18 жыл еңбек жолында білім үйрен данадан, жалтаңдама басқаға, қызмет қыл, басыңды, өрлігіңді тастада деген Махмұд Қашқари атамыздың сөзінен рух алып қанаттанып келем. Сабақта оқушыларға ұлттық құндылықтарды инновациялық әдіс-тәсілдермен сіңіруде және өз білімін өз өмірінде қолдана алатын табанды, адал ұрпақты тәрбиелеу тақырыбында ізденіс жұмыстарын жүргізіп келеді. Қазақта төрт құбылан тең болсын деген философиялық ұғым бар. Менің де тәжірибем төрт құбылалы төрт қазықтан тұрады. Қазық озық ойлы оқушы. Озық ойлы оқушыны қалыптастыру үшін оған сапалы білім беру керек. Ал сапалы білім сапалы сабақтан басталады. Ағылшын тілі сабағында оқушылардың тілге деген қызығушылығын әлемдік білім беру трендтерінің бірі геймификациялық ойындар арқылы арттырамын. Оқушылардың өздігінен білім алуға жетелейтін зерттеу картасы, сауалнама, ақпаратты өңдеу, зерттеу әдістері, миға шағу, Браун қозғалысы, менталды карта, интербелсенді әдістерін және ақпараттық коммуникативтік технология мүмкіндіктерімен танымдық платформаларды жиі қолданамын. Сан түрлі тәсіл бар, бірақ оны қисынды, орынды, нәтижелі қолдану мұғалімнің шеберлігіне, кәсіби құзыреттілігіне байланысты болмақ. Өз оқушыларым ағылшын тілінде диалог құралуға, мәтінді оқып талдай алуға, бір-біріне сұрақ қоя алуға, шағын эссе жаза алуға, видео мен аудио мәтіндерді түсініп, сұраққа жауап бере алуға үйренді. Сөздік қорлары молайды, тілге деген қызығушылықтары артты. Оқушыларым өз білімдерін облыстық республикалық шығармашылық конкурстарда, ғылыми жоба сайыстарында жүлделі орындар иелену арқылы шыңдалуда. Озық ойлы оқушы әр кезде өз орнын табады. Ағылшын тілі сабағында инновациялық тәсілдерді қолдану арқылы оқушыларды сөйлеу дағдыларын қалыптастыру жолдары тақырыбындағы тәжірибем облыс көлемінде таратылды. Екінші қазық – мұғалімнің рухы. Мұғалім ретінде бір орында отыру мүмкін емес. 45 минут сабақ әр балаға 45 күніне жететін рухани азық беру үшін де ұстаздың тәжірибе қоржыны мол болуы қажет. Әр баланың рухани әлемі сан түрлі. Алдыма келген әр баланың жәудіреген көздерінен, мұғалімнен ана ретіндегі мейірімді күтіп тұрғанын көремін. Сапалы білімді бермес бұрын оқушының жан сарайын толық түсініп, қабылдау үйрену өте маңызды деп ойлаймын. Бойындағы қорқыныш пен үрейін сенімділікпен белсенділікке алмастыруда тиімді ізденіс, жобалау, зерттеу жұмыстарын жүзеге асырамын. Тәжірибемді үнемі жас мамандарға бөлісіп, тәлімгерлік қызмет атқарамын. Мұғалімнің кәсіби дамуына арналған смарт-серіктестік жобасы облыс көлемінде таратылып, әріптестердің қызығушылығын тудыруда. Үздік педагогикалық идея республикалық конкурсының бірнеше мәрте жүлдегерімін. Үшінші қазық – ата-ананың қолдауы. Оқушының мектепте білімді, тәрбиелі болуына мұғалімнен басқа оның ұшқан ұясы, өскен ортасы зор ықпал етеді. Ата-анамен тығыз байланыс орнату ісін нәтижелі жүргізіп келемін. Мектепке баласының жағдайын білуге ана емес, әкелердің келуін тұрақты қалыптастыру үшін мектепте әкелер мектебінің қарқынды жұмыс жасауының кешенді рухани психологиялық жұмыстар арқылы қол жеткізген ұстазбын. Сыныптың әкелерімен үнемі кездесіп, бала тәрбиесіне қатысты сұрақтарды талқылап, түрлі тренингтер, сұхбаттар, спорттық сайыстар ұйымдастырып отырамын. Сен қалаған әке тақырыбында кітап жазылып, бүгінгі күні республика көлемінде таратылуда. Мектеппен отбасы бірлікте болса, оқушы еш уайымсыз жасампаздыққа ұмтыла. Бір тұтас тәрбие бағдарламасын жүзеге асыруда бағытталған үздік жобаларым мен тәжірибелерім халықаралық, республикалық, облыстық форум конференцияларда таратылды. Төртінші қазық – қоғамдық белсенділік деп аталады.
мұғалімнің шығармашылық қызметі қоғамдық ортада да белсенділікке ие болу керек деп ойлаймын. Мұғалім жұмысына қоғамдық істерді ықпалдастыру бойынша озық тәжірибе иесімін. Республикалық ұлттық құндылықтар академиясы, аналар кеңесі, әкелер одағы мен ішкі саясат басқармасы, мәдениет басқармасы, Қазақстан Республикасының ұлттық мұражайымен тығыз қарым-қатынас жасап бірлескен жобаларды жүзеге асырудамын. Әке жолы рухани психологиялық жобасы республика көлемінде үздік 30 жоба қатарына енді. Ұзын бойлы оқушыларым адал, білімді болып өсіп келеді. Мұғалім ретінде рухым асқақтап тұр. Ата-аналар әркез қолдауда. Қоғамда белсенді орным бар. Олай болса, мен бақытты ұстазбын.